Аядай ғана Айдарлы ауылына Асан Ақсақал оқымыстылығымен оқыстан орып түсетін өткір тілімен жақсы таныс. Өйткені ол жылына 300-ден астам кітапты оқып тауысады. 80-нің сеңгіріне шыққан қарияның қажыр қайратына таңдай қақпау мүмкін емес әрине. Ал оның үйі теңдессіз білім ошағы. Ассалаумағалейкум Ақсақал. Уағалейкумассалам. Күйлі қуаттысыз ба? Шүкір Құдайға. Кітап оқуды әлі жалғастырып жүрсіз ба? Шүкір. Асан атаның шаңырағындағы жұмыс бөлмесі құдды бір оқу орнының кітапханасы тәрізді. Бұл жерден дана жазушының да, дара ақынның да, ойы ұшқыр ғалымның да кітабын оңай таба аласыз. Айтуынша кітапқа деген құмарлығы балалық шағынан ақ басталған екен. Содан бері оқыған газет журналдарының кітаптарының алғашқы бетіне мөр соғып, жинақтауды әдетке айналдырған. Тіпті қарияның мұрағат қоржынында сонау 60-шы жылдары жарыққа шыққан басылымдар әлі күнге дейін шеті бұзылмастан сақтаулы тұр. Газет жырту, кітап жырту деген менде болмайды. Мен газетті жаңағы жастайымнан көп оқыдым. Газетті армияда жүргенде мынау Ленин жолын бермейді екен. Ленин жол деген біздің облыстың газеті. Облыстың айнасы ғой, мен ана жақта жүрмін, елімді сағынып жүрмін. Неужели көріп отырмаймын? Соны қоймай жүріп, осы жақтағы жаңағы редакторға келіп, жағдайымды айттым. Мен мына газетсіз күн көре алатын түрім жоқ. Мен мынаны оқып отыруым керек. Маған жіберіп тұрыңдар дедім. Ой, пәленбай газет жаған қалай жібере береміз? Жоқ, сіз маған 10 күнгі газет бір жіберіңіз, 10 күнгі газет келесі жол жіберіңіз, сөйтіп жіберіп тұрыңыз. Ақысыз төлеймін дедім. Кейінгі уақытта ойладым, мен бұны бекер жібермейін. Бұл ертең керек болады. Енді 10 жылдан кейін керек болуы мүмкін. 100 жылдан кейін керек болуы мүмкін. Мен өзім өлгенше бұл газеттерімді жыртқызбаймын. Қандай арман жетегінде жүрсіңдер, қандай бақыт ұстайсыңдар түбінде, сонша неге құштарсыңдар білімге. Асан Ақсақалдың кітапқа құмарлығы соншалықты, ол тіпті мына жарықтандырғыш құралдың көмегімен түн жарымына дейін кітап оқиды екен. Ал оның кереметтей рухани сөресінде 3000-нан астам кітап бар. Және бір ерекшелігі, бұл кітаптар әркімнің қолында жүретін жай ғана кітаптар емес, іздегенде таптырмайтын, құнттағанға құндылығы көп, кәнігі кәдеге жарайтын кітаптар. Ауылдық округтың кітаптарын түгел тауысқан қария бүгінде облыстық кітапхананың тұрақты оқырманы. Ол әр 10 күн сайын қалаға келіп, жаңа туындыларды алып кетеді. Бір қызығы, Ақсақал барлық оқыған кітаптарынан конспект жасайды. Тіпті әрбір тосын жазбаларына трафаретпен тақырып қойып, орамды сөздерін қағазға түсіріп отырады. Осы кезге дейін 34 кітапшаның бетін толтырыпты. Мені балдарым оқып жатыр, немерелерім оқып жатыр. Иә, солар. Сосын оны тетрадқа, анау мектептің оқушы балдардың тетрадтарына жазатымын бұрын. Сосын кейіннен ойлап қалдым. Мен неге өйтемін? Жұрт, мысалы, тарихты білгісі келген адам географияны ашады. Одан да мен мынадай медицина деп, медицинаның қатысты нәрсені мынаған жазайын, тарихқа қатысы бар, мынаған жазайын деп сөйтіп бөлгіштедім. Бүгінде білімі дариядай ардагердің қимылы ширақ, жүрісі шалт. Тіпті 81 жаста деп ойламайсың. Кітап оқыған сайын жасара түсетін секілді. Мәңгілі олап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Бұл Мұхтар Шаханов ініміздің осында отырып берген кітабы, дәл осы жерде отырып ас-ауқат ішті, үйімізде болды. Біраз әңгімелестік. Ініміз өте керемет тәуір адам екен. Осы қоштасымыз келмейтіптен. Сондай жақсы адам екен. Бұрнағы 2004 жылы Алаштың азулы ақыны Мұхтар Шаханов Айдарлы ауылына арнайы ат басын тіреп, Асан Ақсақалдың шаңырағынан шай ішкен. Екі ора ұзақ әңгімеден соң, отырардың оғланы академик ауылда тұрады екен ғой деп ағынан жарылыпты. Шынында да Асан Ақсақалдың кітаптан құралған ғибратты ғұмыры жасөскінге үлгі өнеге боларлықтай. Бекзат Есқалиев, Ахан Әлиев, Досқан Сәтбай, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.